Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы Қазақ хандығының әлеуметтік құрылымы. Бүгінгі сабақтың зерттеу сұрағы: әлеуметтік топтар қазақ қоғамында қандай рөл атқарады? Бүгінгі сабақта Қазақ хандығындағы әлеуметтік топтар қоғамдық саяси өміріндегі сұлтан, би, батыр, жыраулардың қызметінен танысасыздар. Қазақ хандығының әлеуметтік топтардың орнын анықтайсыздар. Оқушылар, қазақ даласындағы билік жүйесі бұл ежелгі дәуірден дамыған. Байырғы қазақ қоғамындағы билік жүйесіне хандар, сұлтандар, рубасылар, би, тархандар жатады. Оқушылар, хан титулының қалыптасуы ежелгі түркі заманнан бастау алады. Хан атауы қаған атымен қатар 7 ғасырда әйгілі Орхан жазуында кездеседі. Бұл ерте түркі мемлекеттер дәстүрінде хан мен қаған билігінің қатар болғандығын дәлелдейді. Оқушылар, хан сайлаудың қорытынды шешімі ақ киізге салып хан көтеру рәсімімен бекітілген. Яғни жиналған жұрттың алдында хан болып сайланған сұлтан ақ киізге отырғызып, ең беделді сұлтандар, билер, рубасылар, батырлар киіздің шетінен ұстап, хан деп жар салып 3 мәрте көтерген. Соңынан хан отырған киізді халық ырымдап, тәбәрәк етіп алған. Оқушылар, дала көшпелілердің әлеуметтік құрылымы 2 топқа бөлінді: ақ сүйектер, қара сүйектер. Ақ сүйек қауымының Шыңғысхан ұрпақтары, яғни төрелерден құрады. Яғни Шыңғысханның ұрпақтары шыққан тегіне қарай сұлтан лауазымын алды. Ал қара сүйектер қазақ қоғамының негізгі және ең көп санды бөлігі саналды. Қара сүйек өкілдеріне жекелеген рулар мен тайпаларға бөліну сақталды. Оқушылар, сұлтандар деген кімдер? Сұлтандар рулар мен тайпалардың ешқайсысына жатпайды. Жүздер жүйесіне кірмеді, қоғамнан жоғары тұрды. Яғни сұлтандар билеуші әулетінің өкілдері ретінде ғана ерекше топ құрады. Яғни сұлтан қазақ қоғамында Шыңғыс әулетінен тараған билікті мұрагерлікпен ғана иемденген адамды айтамыз. Оқушылар, билер қазақ қоғамының саяси әлеуметтік қоғамдық жүйесіне басшылық жасап, ретке келтіріп отыратын ел арасынан шыққан аса беделді тұлғалардың бірі. Оқушылар, билер рулар мен тайпа басшыларының әкімшілік және сот істерін атқарды. Яғни әдет құқығын жақсы білген халық арасында беделді адамдар ғана би бола алды. Яғни би, батагөй, шешен, елмен елді бітістіруші, елші, дау шешуші, әділ үкім шығарушы қызмет атқарған адам. Сонымен оқушылар, батырлар деген кімдер? Батырлар шайқастағы жеке ерлігі мен қол басшылығы үшін жекелеген адамдарға батыр атағы берілді. Батыр сөзі атақ ретінде қаһарманның есіне қосып айтылады. Қатардағы жауынгер немесе ақ сүйек қанзада болсын, өзінің ерлік істерімен көшпелі қоғамның кез келген мүшесі бұл құрметті атақты ала алады. Батырлардың ерлігін жыршылар, суырып салма ақындар мен жырауларға жырға қосып, бүкіл елге таныта білді. Ал оқушылар, көшпелілер қоғамында адамдар тұрмыс жағдайына байланысты бай, кедей деп бөлінді. Дала өңірінде малы көп кез келген адам бай деп есептелді. Асқан байлардың ондаған киіз үйі, жүздеген түйесі, мыңдаған қойы, меншігінде 15 мыңнан 30 мыңға тарта жылқысы болды. Байлық ерекше құқық берген жоқ. Қоғамдағы әрбір адамның орны руының атақ деңгейімен айқындалған. Яғни байлар, сұлтандар мен қатардағы көшпелілер арасынан да шыққан. Оқушылар, бүгінгі тапсырмаларға кезек берейік. Яғни оқушылар бүгінгі алған білімімізді тапсырмалар бөліміне тексерейік. Оқушылар, бірінші тапсырманы қарайық.
байырғы қазақ қоғамында билік жүйесі жататын лауазымды көрсетіңіз. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз хандар, сұлтандар, ру басылар, би, тархандар болды деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Оқушылар, екінші тапсырмаға көңіл аударайық. Қазақ қоғамында хан сайлаудың дұрыс тәртібі жазылған қатарларды көрсетіңіздер. Оқушылар, жауаптарыңыз хан сайлаудың қорытынды шешімі ақ киізге салып хан көтеру рәсімімен бекітілген. Хан деп жар салып 3 мәрте көтерген. Яғни бұл тапсырманың жауабы 3-ші, 5-ші жауап болады екен. Жарайсыңдар. Оқушылар, сабағымызды қорыта келгенде, бүгінгі сабақта біз қазақ хандығының әлеуметтік топтар, қоғамдық саяси өміріндегі сұлтан, би, батыр жыраулардың қызметімен таныстыңыздар. Қазақ қоғамындағы әлеуметтік топтардың орнын анықтадыңыздар. Осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.